Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында өте керемет салат дайындайтын боламыз. Яғни бізге керек заттар, яғни бізге картоп, морковь, және де жұмыртқа, және де тауық керек. Бізде бұны барлығы суға пісіріп алдым. Алдын ала суға пісіріп аласыздар. Керекті құрамдарын, нақты керекті құрамдарын мен қазір описание жазып кететін боламыз. Кетті, ең алдымен бастап жасаймыз. Және де айта кетейін, бізге осында майонез керек болады салатымызға. Ең алдымен бізге осы окорочкамызды терісін алып тастаймыз да, және де бұны уақыттап турап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай барлық дайындап алдым, яғни немді окорочкамды осылай турап, ендігі маған осылай екі ыдысқа мен осы екеуін бөлетін боламын. Мен мұны салатымды екі жерге жасайын деп жатырмын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңдар, ірілеу қалып, одан да ұсақ қылып. Мен осылай өзім ірі қылып турап алдым. Мен екі жаққа осылай бөлдім. Ендігі кезекте осының үстіне қазір майонезімізді жағатын боламыз. Міне осылай майонезім жағып алдым. Ендігі кезекте осының үстіне картопымызды өткізетін боламыз түркіден. Міне достар, осылай мына картопты чүркіден өткізіп алдым. Ендігі кезекте осыны майонез, одан кейін морковь, одан кейін майонез, одан кейін жұмыртқамды салатын боламын. Яғни осы чүркінің көмегімен жасайтын боламын мұны. Міне достар, дәл осылай барлығын салып шығатын боламыз. Міне достар, менде салатым дайын, өте жеңіл, жеуге де жұмсақ, кәдімгідей ауызда еритін салат десем де болады. Жасап көріңіздер, өте күшті, жегенде приятно, отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментария қалдыруға болады. Рахмет, сау болыңыздар.